Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Құрметті оқырмандарым, Н дыбысы мен ң дыбысын ажыратудың 3 жолмен бөлісетін боламын. Ендеше назар аударайық. Бірінші жолы жалғаулар арқылы, яғни соның ішінде ілік септігі. Сұрақтары кімнің, ненің. Осы сұраққа жауап беретін сөздерде ң дыбысы кездеседі. Мысалы, партаның, сөмкенің, дүниенің, арманның, тағы басқа. Екінші тәуелдік жалғауының екінші жағында тұрса, ң дыбысы айтылады. Яғни, менің деген бұл бірінші жағым ғой, енді екінші жағы сенің. Сенің үйің, сенің кітабың, сенің сөмкең, тағы басқа. Ал енді екінші жолына тоқталатын болсақ, дыбысы арқылы ажырату. Дыбыстарды айтқанда өз даусыңызға мұқият назар аударыңыз. Н дыбысынан кейін дыбысы қосарлана естілетін болса, онда ол Н әрпі. Яғни Н деген кезде Н-дан кейін естіледі. Н деп айтып көріңіздер, яғни Н деген кезде естіледі, яғни біз оның Н әрпі екенін ажырататын боламыз. Ал ң дыбысының алдына дыбысы қойылып айтылады. Мысалы, айтатын болсақ, ң деген кезде әрпі алдына шығады. Ал Н әрпін айтқан кезде Н деп Н әрпі артына кетеді. Демек, дыбысы арқылы ажыраталады екенбіз. Ең маңыздысы, өзім оқушыларды Н мен ңды ажыратуға қолайлы ретінде қолданатын түрі бұл үшінші жол болып табылады, яғни дыбыстардың айтылуына мән бере отырып оқушыларға үйрету. Бұны қалай үйретеміз? Бұны оқушыларға дыбыстарды айтқызасыздар. Сол кезде оқушыларға айтасыздар, егер Н әріпі тілмен алға қарай келіп тіске тірелетін болса, Н деген кезде тіске тірелсе, демек ол Н әріпі. Ал егер ң деген кезде артқа қарай кететін болса, онда ол ң әріпі деп түсіндіретін боласыздар. Яғни Н әрпін айтқан кезде тіске тіреледі дыбыс, ң әрпін айтқан кезде таңдайға барады, артқа қарай. Баршаңызға көптен көп рахмет. Мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.